Сәлем достар, бүгінгі 6-шы сабақ үйрену болып табылады. Негізі адамда сенім ауысар кезде адамның жүйкесі мазасыздану белең алады екен. Ішкі ой мен сыртқы ойдың сәйкессіздігі байқалады. Біздің сенімдеріміз өмір арқылы өзгеріске ұшырап отырады. Көбіне жарқын оқиғалар кезінде біздің сенімдеріміз аяқ астынан өзгеріп кетуі әбден мүмкін екен. Негізі біздің сенімдерге әсер ететін ол қарым-қатынас құралы болып табылады. Мысалы, жас кезде сіз ата-анаңыздан көріп өстіңіз. Олардың түрлі сенімдері сіздерге берілді. Енді өскеннен кейін осы сенімдерді кінәлап, ата-анамызды жазғырудың немесе өзімізді кінәлаудың еш маңызы жоқ екенін түсініп алуымыз қажет. Яғни өзіңді кінәлау ең қате сенім екенін түсіну. Көбіне сенімдерді біз түрлі адамдар өзара тіл табысып сөйлеседі, сенімдері бірдей кісілер. Мысалы, сіз ата-анаңыздан ақша қауіпті деген сенімді алған болсаңыз, ол сенім сізден алыс кетпейді. Сіз алдағы өмірде де сондай ақша қауіпті деген адамдармен араласа бастайсыз. Солармен көп сөйлесесіз, және олармен араласқан сайын, көп сөйлескен сайын осы сеніміңіз беки түседі екен. Енді осы сенімдерден уақытша болса да арылудың жолы ол түрлі фильмдер көру, кітаптар оқу болып табылады. Яғни ойыңызға өзгеріс әкелу. Мысалы, сізде жаңағыдай ақша қауіпті деген сенім бар делік, осы сенімді өзгертетіндей бір сондай фильм көріп тауып алуыңыз керек. Яғни басында ақша қауіпті болады, ол жаңағы актерға одан кейін ол ақшаның қауіпті емес екенін түсінеді деген сияқты сондай фильмдерді тауып алуыңыз қажет болып табылады. Егер біздің миымызда қатып қалған бір сенім болса, мидың ерекшелігі ол сенімді одан ары бекіте түседі. Яғни қай жерде не нәрсе көрсе де осы сенімін растайтын ақпараттарды іздеп жүретін болады. Яғни ми өз айтқанына 100% сенеді. Сондықтан сенімнің өзгеруі оңай шаруа емес. Оны өзгерту үшін түрлі ақпаратты жандандырып, әр қырынан көре білуіміз қажет. Әсіресе эмоциялық құлдырау, көңіл күй төмен кезде басқа жандандыратын ақпаратты іштен емес, сырттан, кітаптан, фильмнан көру маңызды. Талпыну керек ойды өзгертуге. Сонымен сұраққа жауап беріңіз. Сіздің өміріңізге әсер еткен фильмді немесе кітапты есіңізге түсіріп жазыңыз. Бұдан сіз қандай сенім қалыптастырып байлам жасай алдыңыз? Осы сұраққа жауап беріп өтсеңіз екен. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.